Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызықты деректер каналы ғаламшарымыздағы ең үлкен денелердің бірі күн туралы деректерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Күн планета емес, ол жұлдыз. Және де оның түсі сары емес. Жердің атмосферасы оны сарыға айналдырады. Егер сіз күнге ғарыштан қарасаңыз, ол ақ түске айналады. Күннің массасы жердің массасынан 333 мың есе артық, және бүкіл күн жүйесінің жалпы массасының 99,87%-ін құрайды. Күн гелий мен сутегінен тұрады, және оның беті қатты емес. Күн ядросының температурасы шамамен 15 миллион градусты құрайды, ал оның бетіндегі температура шамамен 5,5 мың градусқа жетеді. Күннің сәулесі жер бетіне 8,3 минутта жетеді, ал Плутонның бетіне 5 сағатта жетеді. Ғалымдардың пайымдауы бойынша, шамамен 1 миллиард және 100 миллион жыл өткеннен кейін күннің жарықтығы 10%-ға артады. Бұл бүкіл жер бетіндегі тіршіліктің жоғалуына әкеледі. Себебі ол осы кезде Меркурийді, Венераны, Жерді және Марсты жұтып қояды. Дәл осы сәтте күннің қабығы жарылып, күн қайтадан миллиард жыл бойы салқындап, кішірейіп, ақырында ақ кішкентай жұлдызға айналады. Алайда бұл жай ғана ғалымдардың болжамы. Күннің болжалды жасы 4-6 миллиард жыл. Сондай-ақ күн әлі 4 немесе 5 миллиард жыл өмір сүреді. Күннен жерге дейінгі қашықтық 149,6 миллион шақырымды құрайды. Және бір қызықты дерек, жер бетінде салмағы 50 килограмм адам күнде 1400 килограмм болады. Себебі оның гравитациясы бізден 28 есе жоғары. Күн өз осін 25 тәуліктің ішінде толық айналып шығады. Ол 1 секундта 400 миллион тоннаға кішірейіп жатыр. Бірақ бұндай алып дене үшін бұл көп емес. Әрбір миллиард жыл сайын күннің жарығы 10 есе артып келеді. Тағы 1 миллиард жылдан кейін жер бетінде су қалмайды. Және бір қызықты дерек, Кембридж университетінің астроном ғалымы Ник Матхусудан күн жүйесінде күннің сыңары бар екенін алға тартты. Ол күннің сыңары біздің заманымызға дейінгі 20 миллион жыл бұрын пайда болған алға тартуда. Ғалым ғылыми зерттеу жұмысы барысында екінші күн жүйесінің қай тұсында пайда болғанын анықтаған. Екінші күн жер шарынан аса қашықта жатпаса керек. Сондықтан болашақта адам баласы 2 күнді қатар көріп қалуы мүмкін. 2 күн жер шарын екі жағынан қыздырғанда адам баласы түнді ұмытып, алапат аптап ыстықпен бетпе-бет келуі мүмкін. Жерден күнді ең тиімді бақылау күн тұтылуы кезінде. Күннің толық тұтылуы максимум 7 минут 40 секундқа созылады. Осы қысқа уақыт ішінде бүкіл әлем астрономдары осында егжей-тегжейлі зерттеуге қолжетімді жалғыз жұлдызда пайда болатын тәжді, көрнекті жерлерді және әртүрлі құбылыстарды зерттейді. Тәж дегеніміз күннің сыртқы қабығы, оның тығыздығы өте төмен, сондықтан ол тек қана тұтылу кезінде ғана көрінеді. Күннің диаметрі 1,392,684 шақырымды құрайды. Және бір қызықты дерек, американдық ересектердің тек 55% ғана күннің жұлдыз екенін біледі екен. Міне достар, бүгінге айтар мәліметтеріміз аяқталды. Сіздерге бүгінгі мәліметтер қызықты болды деп ойлаймын. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосу болып табылады.